Сәлеметсіздер ме? Кейінгі кездері әлеуметтік желіде балалар арасында лабубу атты ойыншық трендке айналды. Түр-сипаты жағынан сүйкімсіз, тіпті кейбір ересектер үшін қорқынышты көрінетін бұл ойыншықты балабақшадағы бүлдіршіннен бастап мектеп жасындағы балаларға дейін жанталаса сұрап жатыр. Анашым, лабубу алып берші. Ол өтініш сізге де таныс болар. Бүкіл бала таласа сұрап жатқан ойыншық кейінгі уақытқа пайда болған секілді көрінгенмен, бұл кейіпкер алғаш рет 2015 жылы Гонконгтың иллюстратордың қиялынан туған. Лабубудың ең қатты танымал болған сәті K-pop тобы Blackpink мембері Лисаның сөмкесінен көрінгеннен кейін басталды. Артынша бұл трендті Ким Кардашьян мен Рианна да жалғастырды. Осыдан кейін лабубу бейнеленген ойыншықтары мен заттарды сұраныс күрт артты. Ресми дүкендердің алдында ұзын сонар кезек пайда болды. Ойыншықтың бағалары шарықтап кетті. Бұл ойыншықты 4.000-нан 190 мыңға дейін нарықта бұл ойыншықтың басты түп нұсқасы және жасындағыларға қарай түрлі бағада сатылып жатыр. Жасанды түрлері базарларда 2000-5000 көлемінде, ал шетелден әкелінген түп нұсқалары 60 мың, 190 мың теңгеге дейін ұсынылып жатыр. Лабубу табысының тарихы Poppy Playtime ойынның кейіпкері Хаги Бакидің трендке айналғанды еске салады. Алғашында ол балалар мен коллекционердің қалауының объектісіне айналып, кейін ата-аналардың, психологтардың және құқық қорғау органдарының назарын аударған еді. Лабубу балалар үшін қауіпті ме? Психолог, гештальт-терапевт Ұлмекен Сәндібек қызының айтуынша, лабубу алғаш көргенде ересектер үшін жағымсыз әсер қалдыруы мүмкін, бірақ бұл сезімді балаға артуға болмайды. Бізге ұсқынсыз көрінгенмен балалар үшін мүлдем олай емес. Көбінде ертегі мультфильм кейіпкерлері де қорқынышты, бірақ мейірімді болып келеді. Құбыжық пен ханшайым туралы ертегілер сияқты. Сырт келбеті емес, ішкі мәні маңызды дейді маман. Ойыншықтың танымалдығы балалардың бір-бірімен бәсекелестігімен ерекшеленуге деген ұмтылысымен байланысты болуы мүмкін. Мәссаған, сенде лабубу бар екен деген таңданыс арқылы бала өзіне назар аудартқысы келеді. Бұл ойыншықтың эмоцияға толы бірнеше түрі бар. Соның арқасында бала өз көңіл күйін білдіріп жатқан болуы мүмкін, дейді психолог. Психологтан ата-аналарға кеңес. Қорқынышты ойыншықтармен ойнау аса бір алаңдата қоймайтын дүние секілді. Көрінгенмен баланың психологиясына үнсіз сигнал беріп жатуы мүмкін. Бірден байқалмағанмен қорқынышты ойыншықтар қобалжу, қорқыныш, жайсыз түстер мен күйзеліске алып келуі мүмкін. Бала өзінің сезімдерін толық айта алмағандықтан әртүрлі симптомдар арқылы көрініс береді. Менің тәжірибемде әлеуметтік желіден көрген бейнеден соң қатты қорқып, дірілдеп келген әлдебір бейнені көріп, бір мезетте қорқыныштың көзін аша алмай қалған балалар болды. Қорқыныш сезімдермен жұмыс істеген соң қалыпқа түсті, дейді маман. Баланың лабубу сияқты ойыншыққа әуестенуі кейде ата-анадан да көрген қысымның салдары болуы мүмкін. Ата-ана баласының қылығына емес, тұлғасын сынай берсе, бала өзін жаман, сүйкімсіз сезініп, сол бейнеге ұқсағысы келуі мүмкін. Сондықтан ата-аналарға баланың әрекетін бағалауға, ал тұлғасына құрметпен қарауға кеңес беремін. Сондай-ақ баланың қалауын мүлде тыймай, бір ойыншыққа шектен тыс байланып кетуіне жол бермеген дұрыс дейді психолог.